Ойнаудан қалған бала ойланудан да қалады. Ол анық нәрсе. Біздерді бала күнімізде үйге кіргізе алмайтын әке-шешеміз. Далада есіл-дертіміз далада болатын. Қазіргі балада қандай? Қозғалыс жоқ. Екі көз телміріп отыр. Болашақта бізде офтальмолог дәрігерлердің деген сұраныс күрт артатын болады. Біздің қазір мектептерді қараңыз, көзәйнек тағатын балалардың саны қанша? Жаңа тілге байланысты айтып, тілі кеш шығатын балалар өте көп. Тіпті шықпай қалатын да балалар бар. Оның барлығының біз енді Қаздауысты, Қазыбек, Төле би, Айтеке билер деген 10 жасында билік айтқан ұлттың ұрпақтарымыз. Қазіргі ертеңгі одан кейін келе жататын буындарға қарасаңыз, ол шешен сөйлеу, ойлы сөз айту, ойлану деген мәселенің өзінен жұрдай болып қалатындай жағдайға келіп жатырмыз. Өйткені ананың бәрі темір тетік робот ұрпақ сияқты болып қазір қалыптасады.